Сәлем достар, мен сіздерге бір керемет бет кремін дайындадым. Теріні жасартып қатайтатын, құрамында көп коллагені бар бет кремі. Бір ас қасық жуылған күрішті алыңыз. Күрішке 50 грамм су құйыңыз. Күріш өлі тері жасушаларын жояды және коллаген өндірісін ынталандырады. Араластырыңыз және 10-12 сағатқа қалдырыңыз. Біздің күріш 10-12 сағат күткеннен кейін жұмсақ болады. Күріш теріні ағартып жұмсартатыны белгілі. Күрішті суымен блендерге еземіз. Күрішті сүзгіден матаның 2 қабатынан өткіземіз. Өйткені ол тегіс болуы керек. Біз керемет күріш суымызды алдық. Біз сонымен қатар зығыр тұқымын бет кремі үшін қолданатын боламыз. Мен сізге зығыр тұқымының теріге қаншалықты пайдалы екенін жиі айтамын. Бір ас қасық зығыр тұқымына 100 грамм су құйыңыз. Зығыр дәндерін өте баяу отта 5-7 минут қайнатыңыз. Суытыңыз. Зығыр тұқымдарынан желе консистенциясын аласыз. Енді зығыр тұқымын сүзіңіз. Достар, кремнің қаншалықты тиімді екенін бір қолданғаннан көресіздер. Кремді қолданғаннан кейін пікірлеріңізді күтемін. Бізге 3 ас қасық зығыр желесі қажет болады. 3 ас қасық күріш суын қосыңыз. Күріштен қалған суды тастамаңыз. Масканы қолданар алдында онымен бетімізді тазалаймыз. Жақсылап араластырыңыз. Екі ас қасық алоэ вера гелін қосыңыз. Өздеріңіз білетіндей, алоэ вера гелі бетті өте жақсы ылғалдандырады. Жақсылап араластырыңыз. Шай ағашының майы өте пайдалы және жағымды иісі бар. 10 тамшы шай ағашы майын қосыңыз. Кремімізге Е витаминін қосамыз. Е витамині терімізді жасартуға көмектеседі. Е витаминін дәріханадан сатып алуға болады. Е витаминінің 3 капсуласын қосасыз. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Дайын болған кремді крем құты ыдыстарына салып қойыңыздар. Кремді 2 ай тоңазытқышта сақтайсыз. Бетіңізді күріш суымен спонж мақтасын пайдаланып тазалаңыз. Теріні күріш суымен сүртсе, ол өте жақсы тазаланады. Бізге терімізді жасартуға және қатайтуға көмектеседі. Сондай-ақ теріні ағартуға көмектеседі. Терімізді кепкенін күтеміз. Бірнеше минут күткеннен кейін бүгін дайындаған кремді жағыңыз. Бұл кремді таңертең және кешке қолданайық. Таңертең біз алдымен күннен қорғайтын кремді қолданамыз. Сосын осы кремді жағамыз. Бұл кремді көздің айналасына жағуға болады. Осы кремді қолданғаннан кейін теріңіздің қалай өзгергенін көресіз. Ол әсіресе сезімтал тері түрлеріне өте қолайлы. Деніңіз сау болсын.